Сәлем достар, бүгін бізде жаңа блог. Блогымды мынандай хаостан бастаймын. Міне осы заттың барлығы, міне осы мына жақта, мына жақта да бар. Жартысы ғана бұл. Мына заттың барлығы жартысы ғана. Бұл мусор. Мусор болғанда жартысы керек. Кішкентай жерден ғана шыққан. Әлі ана жерде астында шығарылмаған заттар бар, мына жағында шығарылмаған заттар бар. Мен бірдеңе тастасам, үйдегілер шошиды мен тастағанымда. Бірдеңе жинап тастасам, ол шошиды менен. Барлығыңызда сондай ма? Менде енді минимализмге көшкім келіп жатыр. Минимализмге көшейін десем, мынандай хаоспен қалай көшесің минимализмге? Енді бұны тастайын десем, жартысы керек зат. Қазір күйеуім ұйықтап жатыр, ал мен болсам кладовканы босатып қойдым. Қазір шыққаннан кейін екеуміз бірге сортировка жасап, қайтадан орналастыратын боламыз. Бұл жолы бұрынғыдай хаос қылып орналастырмаймын. Бірден табалатын қылып, керек заттарды ғана алатын боламыз. Себебі біз ауылда тұрамыз. Ауылда пайдаланбайтын ыдыстар бар, пайдаланбайтын неше түрлі нәрселер бар. Мотоциклдің заттары бар, гараждың заттары бар, үйге керекті тағы тоқтар. Енді соларды реттеп қайта орнына қою керек. Ертең неге тастамаймыз көне ыдыстарды біз, себебі біздің ауылда көбіне үлкен құда жол, той дегендер үйде жасалады. Сондықтан да ондай ыдыстарды кейде таппай қаламыз. Сол себептен де ыдыстардың барлығын салып бір картаға алып қоюым керек. Ондай көп емес, бірақ көне ыдыстар бар. Соны керегін алып, керек емесін тастаймын. Мен мына видеомда атам мен енем көрсе шошитын шығар. Мынаны не істеп жатыр деп. Мен бір нәрсе жинасам, барлығы шошиды. Бір затын таба алмасам, мен тастап жібергем деп. Төркінімде де сол, осы жақта да сол. Мен тастап жібергем барлық затты. Осы жинасам қорқады. Мына шелекті кеше мен таба алмадым. Жуып шайып, ана умывальниктің астына қояйын деп. Мына жақтан бардым да, дәл осындай новый шелекті алып, астына қойдым. Мына шелекті жуып шайып алайын десем, таба алмадым. Сөйтсем, бұл кладовкада тұр екен. Біз оны білмейміз. Сол сияқты ғой, мына жерде бокалдар тұр, ертең банк басатын. Осының бәрін жуып, тазалап, сарайыма қойып қоямын бұны. Жақын арада пайдаланамын өйткені. Ал мына жерде ананың ішінде аяқ киімдер бар. Киілмейді әзір аяқ киімдер. Білмеймін, қай уақытта келеді ол аяқ киімдер. Солай. Мына коробканың ішінде де пайдаланбайтын ыдыстарымыз жатыр. Әдейі қойып қойдым. Осы біздің кухнядағы қыс бойы, жаз бойы тұрған ыдыстардың барлығын пайдаланбайтын. Осы ненің ішіне қойып қойдым, картонның ішіне. Барлығы осы жерде тұр. Егер пайдаланбасам, кладовкаға кететін болады бұлда. Бізде гараж жоқ. Гараж жоқ болғандықтан да барлығы бір бөлмеде тұр. Біздің пайдаланбайтын баланың киімдері, кішкентай бөпенің киімдері, пайдаланбайтын жаңағы тігетін көрпелер, сырты, іші барлығы сол кладовкада тұрғандықтан мен барлығын шығарып жинайын деп жатырмын енді. Мен бірге болыңыздар, көресіздер. Бізде кеш батты. Біз кладовканы жинап болдық. Процесс түсірмедім. Қызу жұмыс болғаннан кейін сіздерге қалай жиналып тұрғанын көрсететін боламын. Міне кладовка. Қараңғы болып кетті күн уже. Міне осылай пустой қылып жинап қойдық. Негізі бұл бұдан да жаман болып тұрған тұғын. Әзірге осылай тұра тұрсын дедік. Мына жақта гараждың заттары, ана жақта киілмейтін киімдер, бесік тұр. Мен күйеуімнің кішкентай кезінде жатқан бесігі. Мына жерде ертең қыста пайдаланатын заттар. Болды, басқа артық зат жоқ. Бәрін тастадық. Мына жерде күйеуім өзіне керек заттарын қойып қойды. Кеш батты. Әжелер отыр. Мына менің гүлдерім әлі гүл шығарған жоқ. Енді гүл шығаратын шығар деп үміттенемін, әлі бір ай бар. Одан кейін үй жинауға кірістім. Үйлердің барлығын тап-тазалап жинап алдым.
Біздің ауылдың таксиі осындай мотоцикл. Біздің үйдегілер қалаға кетіп бара жатыр. Мына видеоны дайындап түсірген. Достар, менің видеом ұнаса, менің каналыма тіркелуді міндетті түрде ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар. Келесі видеода кездескенше. Жолдайды демін қайсы. Кетіп бара жатыр. Вокзалға. Жолдайды екен. Жолдайды. Ертең келеді ғой түсте.